достарыңыз белгіленіп өтсеңіздер, курсқа қатысушылар. Сілтемені чатқа, осы зумның чатына да жіберемін. Одан кейін QR бар осы жерде. QR-мен де белгіленіңіздер. Қазір белгілене беріңіздер. Чатқа сілтеме жіберіп қойдым. Сол жерден белгіленіп өтіңіздер. Одан кейін кеше біз талқылаған болатынбыз, бірнеше орталарды қарадық. Искусственный және интеллект қолданылған, және де автоматты түрде өзіміздің графикалық контенттерді қалай жасауға болады деген сияқты. Соған байланысты өздеріңіз бір ортада бір сабақ үлгісін жасау керек болатынбыз. Сол жерде және Google сілтемеде сіздерде файл жүктеуге мүмкіндік бар. Яғни егер сіздер оны сілтеме ретінде болатын болса, сол сілтемені сол жерге прикрепить етіп қойсаңыздар болады. Сол жерден мен қарап көретін боламын жұмыстарыңызды. Google'да сіздерде үй тапсырмасы деген жер бар, бөлім. Сол жерде өздеріңіздің сілтемелеріңізді қосып қойсаңыздар болады. Дайындалып жатырмыз ба? Жақсы, белгілене беріңіздер. Белгіленіңіздер, сілтемелеріңізді ары қарай өтіп, бар болса сілтемелеріңізді салыңыздар. Олай болатын болса, ары қарай бастай берейік бүгінгі сабақты. Бүгінгі модульда қарастыратын бөлімдер бұл ақпараттық және математикалық модельдердің сипаттамасын қарастыратын боламыз. Одан кейін ақпараттық технологиялардың мамандық техникалық шешімдердің сипаттамасы, сонымен қатар ақпараттық технологиялық мамандар үшін анықтамалық ресурстар құру және жүргізу, сонымен қатар веб-сайтта немесе бейінді бұқаралық ақпарат құрылымдарына орналастыру үшін өнім немесе технология туралы техникалық мақаланы дайындау сұрақтарын қарастыратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, болатын болса, қазір сұрақтар қойға уақыт беріледі. Қазір кезеңде микрофон қажет болмаса, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Жақсы, ары қарай жүреміз. Ақпараттық модель бұл белгілі бір пәндік саладағы мәліметтер мен процестердің дерексіз көрінісі. Яғни модельдер жүйелерді түсінуді, талдауды және жобалауды жеңілдету үшін қолданылады екен. Ақпараттық модельдер жалпы не үшін қажет? Яғни деректердің құрылымдық көрінісін қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар жүйелер мен олардың компоненттерін түсінуді жақсарту, яғни енді біз визуалды түрде көріністі адам ақпаратты тез қабылдайды ғой. Сонымен қатар жүйелерді әзірлеу және интеграциялау процестерін қолдауды, жүйелерді жобалаудағы қиындықтар мен қателіктерді азайтуда бізде тиімділігі көп екен. Ақпараттық модельдердің негізгі элементтері. Ақпараттық модельдердің негізгі элементтеріне келесілер жатады. Бұл нысандар, яғни атрибуттар және байланыстар кіреді екен. Нысандар бұл деректерді білдіретін нысандар немесе ұғымдар. Мысалы алатын болсақ, біз қазір белгілі бір құжаттармен, яғни деректермен жұмыс жасайтын боламыз. Деректер қормен, ол яғни нысан ретінде кітап дегенді алады, немесе жаңағы кітапхананың базасының түрінде, мысал түрінде ақпараттық модельді қарастыратын болады. Бұл жерде нысанның орнында кітап болып табылады. Ал атрибут бұл нысандардың қасиеттері немесе сипаттамалары. Яғни біздің нысанымыз кітап болатын болса, атрибуттарына жаңағы кітаптың атауы, пайдаланушының аты, немесе жаңағы тағы да кітаптың жылы деген сияқты, жанры деген сияқты, осының бәрі атрибуттардың қатарына кіреді екен. Келесі ол байланыстар. Байланыстар бұл субъектілер арасындағы өзара әрекеттесу. Мысалы, ол жерде бір немесе бірнеше
кестелердің бір-бірімен байланысы. Байланыс дегеніміз ол яғни кітапты алған адам, жаңағы кітапты беретін адам деген сияқты, пайдаланушы кітапты алды, қай уақытта алды деген сияқты осы байланыстарды орнатады екен. Яғни кестелердің бір-бірімен әрекеттесі. Бұл ақпараттың реляциялық жаңағы модельдеу түріне жатады. Қазір енді ақпараттық модельдердің жіктелуі, бұл жаңағы 4 бөлікке жіктеп қарастыруымызға болады. Бұл реляциялық модель, иерархиялық модель, желілік модельдер және нысанды модельдер түрінде көрсетіледі екен. Реляциялық модельдер бұл кестелерге, реляцияларға негізделген. Бұл жерде енді деректер қорымен жұмыс жасайтын болсаңыздар, өздеріңізге белгілі, деректерді басқару үшін жаңағы SQL-ді пайдаланады екенбіз. Қазір бір модельдерге, әр модельдерге тоқталатын боламыз. Сол жерде жаңағы кестелерді құру, жаңағы байланыстыру деген сияқты, және де деректер қорымен жұмыс жасау, сұраныс жасау дегенді қарастыратын боламыз. Иерархиялық модельдер бұл деректердің ағаш құрылымы ретінде ұйымдастырған, мысал ретінде бұл жерге XML конфигурациялық файлдар жатады. Желілік модельдер бұл жерде деректер баған түрінде ұйымдастырылған, яғни мысал ретінде бұл жерде графикалық мәліметтер базасы осыған кіреді екен. Келесі нысан модельдері, бұл жерде нысан модельдері деректердің нысанды түрінде ұсынылған, мысалы объектіге бағытталған мәліметтер базасы, жаңағы UML диаграммасы осы нысанды модельдерге кіреді екен. Енді реляциялық модель бұл және айтып кеттік, ол кестелерге негізделген және қазіргі заманғы деректер қорын басқару жүйесінде қолданылады. Мысал ретінде жаңағы MySQL-ді алатын болсақ, әр кесте жолдар, яғни жазбалардан тұрады, және бағандар бұл жаңағы реляциялық түрде атрибуттар дегенді білдіреді. Бұның артықшылығы қарапайымдылық, қуатты жаңағы сұрау құралдары жаңағы SQL болып табылады. Енді реляциялық модельдің мысалына келетін болсақ, мына жерде қазір бізде 2 кесте көрсетілген. Бұл жаңағы кітапхана деп айттық, кітапхана түріндегі мысалды алған болатынбыз. Енді бұл бірінші кесте, бұл жерде кітаптар кестесі, одан кейінгі екінші бұл жерде оқырмандар кестесі. Бір кестеде жаңағы біз айтып кеттік, кітап деген кестені алатын болсақ, ол нысан, жаңағы атрибуттар және байланыстардан тұрады дедік. Бұл жерде және бізде кітап, оның атрибуттары, бізде атрибуттар қатарына ID, атауы, авторы, шығарған жылы деген осының барлығы бізде атрибуттар нысандарына жатады. Екінші бізде бұл кестесі, бұл оқырмандар кестесі, бұл жаңағы бұл да 4 атрибуттан тұрады, және ID, аты, тегі және мекен-жайы деген 4 атрибуттан құралған жаңағы модельдік нысандар болып табылады, яғни реляциялық модельдер. Енді бұлардың жаңағы байланыс дегеніміз, бір кесте бір-бірімен байланысып, белгілі бір ақпараттар түрін ала алады және біз өңдей алады екенбіз. Енді бұл жерде әр атрибуттың өзінің типтері болады. Мәліметтер типтері жаңағы қандай біз осы ақпаратқа қандай мәліметтерді енгізе аламыз. Яғни бұл жерде сіздер жаңағы бүтін сан ретінде мәтін және мына жерде 2 типтегі ақпараттар түрі көрсетілген екен, яғни сандық және мәтін түрдегі. Модельдің мысалы түрінде сіздерге жаңағы біз кітапхана түрін алғанбыз. Енді бұл жерде қазір мен сіздерге жалпы бір кестені байланыстырып көрсетемін. Сол арқылы одан кейін оны жаңағы SQL ортасында қалай құрамыз, сол кесте жаңағы базаны және базамен қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсететін боламын. Бұл жерде жаңағы көріп тұрсыздар, бұл кітапхананың R диаграммасы десе де болады. Жаңағы бұл жерде кітаптар нысаны бар. Одан кейін шығарылған жылы, сақтау орны, жаңағы қолданушылар, кітапханашы, кітаптың беруі, және де шыққан басылымы, одан кейін тақырыптар деген кестелерден тұрады. Және де әр кесте өзінің белгілі бір атрибуттарынан тұрады. Бағанағы байланыс деп айтқанымыз, бұл жерде мысалы байланыстың бірнеше түрлері бар. Бірге бір, көпке көп деген сияқты. Көпке бір
осы жерде бізде жаңағы көпке көп байланысты көрсетілген екен, яғни мына жерде кітаптар жаңағы кітаптың берілу, кітаптарды беру, жаңағы кітапты беру, бұл кітапханағашыға абонемент және де кітапты сақтау деген сияқты кітаптың өзі бірнеше кестеге байланысып тұр екен. Жалпы енді біз қазір кестені реляциялық модельді құрған кезде, яғни қарапайым сіздерге кестені құрып көрсететін болсақ, қазір мысалы және айтып кеттік, бұл жаңа реляциялық модельді бір-бірімен қалай байланыстырамыз. Яғни бізде нысандар бар. Мысалы қазіргі кезде біздің кітапханаға бағытталған деректер қорын құруымыз керек деген сияқты, және солардағы ақпаратты өңдеуіміз керек. Енді экранда көріп тұрсаңыздар, қазір біз, мен сіздерге мысал ретінде көрсем, одан кейін оны кәдімгідей жаңағы базада қалай құрамыз, онымен қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсететін боламын. Яғни бірінші кесте бізде кітаптар кестесі, бағана айтып кеттік. Мысалы қазір біз бір бағанды аламыз, ол біздің жаңағы кітаптар кестесі болады. Яғни бұл жерде біз кітаптың атын жаңағы кестенің атын реляциялық модельдің кітаптар деп қоямыз. Кітаптар деп қоямыз. Және де біз және жоғарыда айтып кеттік, олар атрибуттан тұрады, және де байланыстардан тұрады дедік. Кітаптар деп жазамыз. Кітап деген. Енді қараңыздар, бұл жаңағы книги, кітаптар бізде құрылды. Енді әрбір реляциялық кесте бізде атрибуттардан тұрады. Яғни бірнеше атрибуттардан тұрады. Мысалы, ол бізде әр кітаптың өзінің ID бар. Яғни ID дегеніміз уникальность. Студенттердің базасында құрған кезде біз әр кітапқа болсын, әр жаңағы оқытушыға болсын өзінің ID-ін береміз. Яғни ID-ді жазатыр, одан кейін әр атрибуттың өзінің типтері бар. Яғни сандық типте, уақыт және сағат деген сияқты, одан кейін мәтіндік типте. Бізде жаңағы сандық типтер бұлар int дегендер жатады, ал жаңағы мәтіндік типті біз көрсететін болатын болсақ, varchar түрінде ұсынатын боламыз. Енді қазір ID бізде сандық тип, ID-дің жанына біз int деп жазып қойсақ болады. Қазір оны сіздер SQL ортасында кестені құрған кезде және де запуск жасаған кезде көре аласыздар. Бұл бізде int болады. Яғни қазір біз реляциялық модельмен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни кестелік дедік. Одан кейін бұл кестеде бізде келесі атрибуттардан тұрады. Ол мысалы кітаптың атауы. Кітаптың атауы типі, бұл бізде жаңағы текст түрінде болғандықтан, бұл жерде varchar деп жазасыздар. Бұл және сіздерге, қазір мен енді сіздерді мына жерде жазған кезде, біз жаңағы R диаграммада көрдіңіздер, типтерді немесе жаңағы өзіміздің қазақша немесе орысша типтерде жаза алуға болады, мәтіндік деген сияқты, текстовой деген сияқты, сандық деген сияқты. Немесе қазіргі SQL тілге түсінікті тілде осы типтерді қолдансаңыздар болады. Varchar'дың жақшаның ішіне бұл жерде қанша сыйымдылығы, яғни қанша көлемдегі бізде ақпарат осы атрибуттың ішіне сыяды деген сияқты. Қазіргі енді бізде атауына 50 немесе 100 деген сияқты сандарды сіздер таңдап қоя аласыздар. Атауы шыққан жылы бізде дата дегенді таңдасаңыздар болады. Немесе жаңағы егер дата деп таңдалатын болсаңыздар, сіздерде толық күн мен айды таңдауға болады. Ол жаңағы типтерде немесе int деп таңдайтын болсаңыздар, тек қана жылды көрсетсеңіздер болады. Одан кейін кітаптардың шыққан жылы,
жандарын қоссаңыздар болады, немесе жаңағы бағасын қоссаңыздар болады. Кез келген жаңағы кітапқа қатысты бүкіл атрибутты осы жерге қосып шығасыздар. Кейін яғни бұл базаны құрғаннан кейін сіздер бұл жерден сұрыптау, жинақтау, жаңағы ақпаратты тез алу, жаңағы отчет жасауға мүмкіндік береді. Яғни кітап дедік, келесі кесте бұл жерде бізде жаңағы кітапты алушылар. Кітапты алушылар екінші кесте бізде кітапты алған адаммен екінші кестені байланыстыратын боламыз. Яғни бұлар оқырмандар болады. Екінші кестеміз бізде реляциялық модельді оқырмандар деп аласыздар. Оқырмандар болады. Оқырмандардың да жаңағы өздерінің жаңағы міндетті түрде әр атрибуттың өзінің ID болады, уникальность. Жаңағы сіздер ол жерде танаған кезде, егер primary key деген кірістік сөзді таңдайтын болсаңыздар, яғни базада егер бір цифрдағы ID номердағы оқырман болатын болса, яғни екінші ондай оқырманды біз тіркей алмаймыз. Яғни ID бізде уникальностьті береді, базада жаңағы шатастыру үшін, байланыстың целостностьті, жаңағы базаның целостностьін бұзбау үшін бізге осындай мүмкіндік туады екен. Енді оқырмандардың бізде аты, мына жерде аты, одан кейін жасы, немесе басқа да ақпараттарды қосасыздар. Бұл жерде жасы, курсы деген сияқты кітапхананың базасы, иә. Одан кейін міндетті түрде мына жерде бізде ID, бұл ID мына жерге түсінікті болу үшін кітаптікі деп қояйық. ID-кі деген, яғни кітаптікі. Яғни мына жерге де ID-кі дейміз. Бұл яғни екі кестені біз бір-біріне байланыстыруға мүмкіндік береді. Яғни ID-кі мен бізде қазір мына екі ID бір-бірімен байланысатын болады. Енді яғни бұл байланыс, біз бағана айтып кеттік, байланыстың мүмкіндіктері, яғни қай студент қай кітапты алды, қай кезде алды деген сияқты деген сұрақтарға жауап береді. Мына жерде қазір көрсетіп кетейік, жаңағы мына біз осы жаңағы схемада екі кестені, жаңағы кітаптар мен оқырмандар деген екі кестені бір-бірімен байланыстырған болатынбыз. Енді оның жалпы реляциялық модельдердің жұмысын сіздер SQL түрінде, SQL ортасында қалай жүзеге асырады? Реляциялық модель бізде SQL-мен жүзеге асыруға болады дедік, мысал ретінде дедік. Енді оны жалпы қарастырып көрейік. Қазір енді мына жерде біз басына өтіп бір база құрамыз, иә. Кітапхана алушылар жаңағы базасы болады, немесе оқырмандардың базасы болады, немесе жаңағы жұмыскерлердің базасы деген сияқты. Біз қазір енді мысал ретінде кітапхана алушылардың базасын алып отырмыз. Яғни біз кітапхана деген база құрамыз екен. SQL запрос ретінде құруға болады, немесе сіздерде жаңағы базаны біз бірнеше ортада жүргізуге болады, иә. Бізде ADNS базасында бар, жаңағы Excel-де база жүргізуге болады, и және де SQL-де де база жүргізуге болады екен. Базаны жүргізгеннен кейін олармен жаңағы жұмыстар да бар, иә. Сұрыптау деген сияқты ақпаратты жинау, және де отчетность, яғни қанша кітап алынды, жаңағы жалпы қанша кітаптар бар деген сияқты ақпаратты алуымызға болады екен. Енді жаңағы біздің кестемізді құру үшін біз SQL сұраныстармен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни біз қазір кітапхана деген бір база құрып көрейік. Яғни біз оның кодын жазамыз. Create деген, яғни құру. Кітапхана деп алайық. Или ағылшынша қысқартып деп сақтасақ та болады. Яғни біз кітапхана деген база құрамыз. Сол базаны жаңағы екі түрде бізде сақтауға болады. Екі түрде жасауға болады, яғни запрос арқылы, немесе конструктор арқылы создатьпен база құра аламыз, және олармен жұмыс жасай аламыз. Қазір біз реляциялық модельдің түрімен жұмыс жасап жатырмыз. Одан кейін
сол базаның ішіне кіресіздер. Базаның ішіне кіргеннен кейін сіздер өздеріңіздің жаңағы мысал ретінде құрған екі базаларыңызды құрасыздар. Яғни кестелерді байланыстыру үшін олардың ортақ атрибуттары болу керек. Бізде жаңағы ID кітап және деге екіншісі оқырмандарға да ID кітапты қосқан болатынбыз. Енді бұл жерге таблицаны құруда біз екі жолмен құра аламыз. Бірінші жол ол жаңағы конструктор ретінде құра аламыз. Конструктормен, яғни кітаптар деп мысал алатын болсақ, кітаптар, және де ол жаңа бізде экранда тұрды. Төрт бағаннан тұрды. Және ID, атауы, шыққан жылы, бағасы және олардың типтері, иә. Енді бұл жерге жазасыздар. Яғни төрт атрибуттан тұрды. Атрибут деген бізде жаңағы деректерде атрибут деп аталады, ал жаңағы бізде қарапайым тілмен айтқанда бағандар, иә. Енді мына жерге көрсетесіздер жаңағы ID бізде ID К деп алдық, иә. Яғни кітаптың өзінің жеке номері, ID кітап, одан кейін атауы, жылы дедік, жылы дедік, одан кейін бағасы дедік. Бағасы деп қосамыз. Бағасы деп қосамыз. Одан кейін мына жерде бізде типтерін көрсетуге болады. Яғни бағана айтып кеттік, сандық түрде болатын болса, int түрі қала береді, атау болатын болса, жаңағы вартар 50 деген мына жердегі вартарға жазылады, сыйымдылығы дедік, иә. Санды алсаңыздар болады, немесе int деп қалдырсаңыздар болады. Price деген тоже int деген қалдырасыздар. Одан кейінгі бағанағы кілт дегенді айтып кеттік. Кілттік жаңағы әр ненің уникальності primary key, яғни первичный ключ указать етесіздер. Бұл бір тұтастылығын бізге қамтамасыз етуге мүмкіндік береді екен. Одан кейін жаңағы сравнениесін егер сіздер базамен қосатын болсаңыз міндетті түрде керек. Ол жаңағы қазақша біздің тексттарды оқуға мүмкіндік береді екен. Сохранить батырмасын басасыздар. Сохранить батырмасын басқаннан кейін бізде жаңағы өзіміздің кітап, жаңағы таблица кітабымыз мына жерде құрылады. Көріп тұрсыздар, міне құрылды. Енді тағы да бір екінші жол бар. Бұл жерде жаңағы реляциялық модель, жаңағы деректер қорын құру барысында біз сұраныс түрінде жасау, яғни сұраныс түрінде жасайтын болсаңыздар, бұл create table деген сұраныс түрімен жасай аласыздар. Яғни create дегеніміз бұл жаңағы таблицаны құру, яғни біздің екінші таблицамыз бізде оқырмандар таблицасы болған. Яғни екіншісін біз сұраныс түрінде құратын боламыз. Екіншісін сұраныс түрінде құрамыз. Яғни кестені құру, одан кейін жаңағы біздің кестеміздің аты кетеді. Бұл екінші кестеміз біздің оқырмандар болған. Оқырмандар болды. Жаңағы біз моделін сызып алдық қой, диаграммасын. Енді оны біз жүзеге асырып жатырмыз. Яғни кітаптар болды, оқырмандар болды, және оның атрибуттары. Атрибуттары бізде яғни ID, кітаптың ID-і, және оның типі кетеді. Одан кейін бағанағыдай айтып өткендей, бірінші бастапқы кілтті қоямыз. Бастапқы кілт, одан кейін барып бізде келесі атрибуттардан тұрады. Келесі атрибуттар бізде атауы, аты болды. Одан кейінгі жасы деген сияқты осындай ақпараттардан тұрды. Жасы және де ID К, яғни кітаптың жаңағы бірінші недегі кітаптың ID номерін қосқан болатынбыз. Сол екеуінің ортақ атрибуттары арқылы біз оны байланыстыратын боламыз. ID К дейсіз. ID К и бұл жерде int деген типті береміз. Екеуінде де ортақ тип болу керек. Одан кейін мына жақта бізде varchar. Varchar дегеніміз бағана айтып кеттік. Бізде мәліметтердің текстовый типте жасауға мүмкіндік береді. Келесі
келесіде жасына біз int дегенді бере аламыз. Int деген типті бере аламыз. Одан кейін біз кестені құрдық. Яғни бізде атрибуттар ID, аты, жасы, жәнегі ID кітаптар, яғни екеуін екі осы ортақ атрибутпен байланыстыратын боламыз. және де оны окейде басталғаннан кейін бізде мына жақта міне запростар сомдалатын болса, онда біздің екінші базаға екінші кітабымыз енгізілді. Мына жерде бізде қазір базада екі объект бар, ол кітаптар және оқырмандар. Және де оны сіздер дизайн басқармасына кіріп, оның диаграммасын көре аласыздар. Яғни міне қарап тұрсыздар, бізде кітаптар бар, және де оқырмандар бар. Және де олар бір-бірімен ID-кі, ортақ атрибут, жаңағы байланыс бір-бірінен сұраныс алады. Яғни кітаптар қай кітапты алды, қай уақытта алды деген сияқты. Мына жерге енді атрибуттарды база толық болған кезде сіздер толықтыра аласыздар. Қай кезде алды, тіркеу уақыты, күнін деген сияқты. Сол арқылы кітапханашылар кітаптың алынғанын, оның мөлшерін, уақытын жүргізуге мүмкіндік береді. Енді бұл жерде ішін, жаңағы кестелердің ішін ақпаратқа толтыру екі түрде жүреді. Қалай құрылады, сол жаңағы құрылған конструктор түрінде дедік, одан кейінгі запрос түрінде дедік қой. Сол сияқты да бізде екі түрде құруға мүмкіндік береді бұл жерде. Бұл жаңағы запрос түрінде, конструкторінде құралатын болса, өздеріңіздің жаңағы ID-ді жазасыздар, одан кейінгі жаңағы керекті ақпараттардың ішіне толтыра беріледі. Немесе қазіргі кезде бұны интерфейсқа қосатын болсақ, мысалы сіздер өздеріңіз выгрузка данных немесе ішіне жаңағы енгізу даналарды автоматты түрде жүргізуге мүмкіндік бар. Мысалы бұл жерде қазір ішіне ақпарат енгізетін болсақ, insert insert into командасы арқылы жүзеге асырылады. Яғни сіздер қай кестеге өзгеріс енгізгілеріңіз келіп отыр, сол кестені таңдайсыздар, яғни сол кестенің атын жазасыздар. Сол кестенің атын жазасыздар, және де сол кесте қандай атрибуттардан тұрады, соның барлығын біз жаңағы перечислять етіп шығуымыз керек, тізбектеп, яғни бізде қандай атрибуттар болды. ID болды. Біріншісінде ID, одан кейін аты болды, одан кейін жасы, одан кейін барып бізде ID жаңағы кітап болған болатын. Сол қанша атрибуттардан тұрады, сол жаңағы атрибуттардың барлығын жазып шығамыз кестедегі. Одан кейінгі келесі бізде енді ол жаңағы кестенің ішіне біз қандай ақпараттарды қамтуымыз керек, сол ақпараттарды жазамыз. Мысалы ID бірінші бізде жаңағы оқырманды кітаптарды енгізгелі отырғандықтан бізде 1 деп жазамыз, иә. Мына жерде оқырмандардың данныйларын жазамыз, значит кітаптар емес, оқырмандар болады мына жерде. Жазасыздар, одан кейін қатар барлығын жазып шығамыз. Яғни атын жазасыздар, оқырманның, одан кейін жасы, яғни мына жерде типтерді қарап отырсаңыздар, int типтегі 1-1 дегеніміз бұл ID жаңағы қандай кітаптың номерін алды, ол бірінші номерді кітап болатын болса, оның базада ана жақта жазылып тұрады. Бізде жаңағы баштар типтегі ақпараттар екі жақтағы апострофпен жазылады екен. Бір жаңағы бізде жазба енгізілді, яғни бағанағы айтып кеткендей, кестедегі бізде бағандар бұл жерде атрибуттар деп аталады, ал жалпы жаңағы жазбалар запись деп аталады, яғни жазбалар деп аталады. Ақпараттар деректер қорында. Енді бізде бұл жазылды, оқырмандар деген кестені үстіне басып қарайтын болсаңыздар, бұл жерде бізде яғни бір жазба қосылды, міне көріп тұрсаңыздар. Бұны үстіне басып ашу арқылы немесе бізде жаңағы SQL сұраныстар арқылы да көруге болады, яғни select запрос арқылы біз жаңағы көрсетілген ішіндегі базадағы select және звездочка дегеніміз бұл бүкіл
жаңағы атрибуттар деген сөз. From дегеніміз қай біздің таблицадан аламыз дегенді білдіреді. Таблицаның аты жазылады және де where деген біреу. Бұл жерде қазір біз сіздерге жалпы көрсетілді, жалпы базаның қалай құрылады. Одан кейін жалпы сұраныстар. Бұл жерде қарапайым сұраныстар жасалынды. Яғни жай ғана біз бір сұраныс жасадық. Таблицаны жаңағы экранға шығару. Мына жерде көріп тұрсаңыз select деген шығару, insert деген көрдіңіздер, кестеге белгілі бір өзгерістер енгізу. Insert арқылы біз командасы арқылы біз белгілі бір жазба қостық. Одан кейін update, бұл жерде жаңарту, кестеге белгілі бір жаңарту енгізу. Delete дейтін болса, delete мысалы insert міне автоматты түрде көрсетілді. Міне қарап тұрсаңыздар, insert into дедім және мен жаздым оқырмандар, яғни таблицаның аты, одан кейін бағаннан кейін бізге осы кестенің қандай ақпараттардан тұратынын көрсете аламыз. Update-тің синтаксисі ол бірінші жаңарту, кестедегі ақпаратты жаңарту, одан кейін қай кестедегі ақпаратты жаңарту. Базада қазір біз екі кестемен жұмыс жасап жатырмыз. Егер ол бірнеше кесте болатын болса, міндетті түрде сіздерде қай кестемен жұмыс жасайсыздар көрсетесіздер, және де қай сетта бұл жерде қай бағанды жаңарту керек, міндетті түрде соны таңдайсыздар. ID қай нені қай неге ауыстыру керек. Мысалы, ID-дің сіздер көрсетесіздер. Мысалы, бізде бір базада бір студенттің фамилиясы ауысты дейік, мысалы. Фамилиясы ауысатын болсақ, біз оны update командасы арқылы ауыстыруымызға болады екен. Update командасы арқылы жасаймыз. Бірінші set деген жерде қай ақпаратты жаңартамыз, соны таңдауымыз керек. Мысалы, бізде жаңағы ID-дің орнына мына жерге сіздер жазасыздар, жаңағы аты деген, бізде қазір аты болып тұр ғой енді. Тегі дейсіздер, тегін дейсіздер де жаңа өзгерту керек фамилияны жазасыздар. Жаңа өзгерту керек фамилияны жазасыздар, а where дегеніміз бұл қай студентті өзгерту керек деген сөз. Яғни біз айтып кеттік және де where деген бір ID не үшін керек дедік. Енді мына жерде қараңыздар, ID бәрінде уникальность дедік. Әр студенттің, әр оқырманның өзінің ID болу керек. Егер біз ID бір деп белгілейтін болсақ, бұл жерде бірінші ID-дағы номердегі студенттің фамилиясы өзгеретін болады. Егер бізде базада целостность болмайтын болсақ, set деп жаңағы фамилияны таңдаймыз да, ID 1 деп, егер бірнеше ID 1-ге тең бірнеше бізде оқырмандар болатын болса, олардың бізде барлығының фамилиясы базада 1000 адам болатын болса, 1000 адамның да фамилиясы бірдей болып өзгертіледі. Бұл жаңағы базаның тұтастылығын бұзады екен. Сондықтан да міндетті түрде ID белгіленеді, және де сол ID-ді таңдаған кезде сол адамның ақпараты өзгертілетін болады. Delete бізде бағандардағы жаңағы кестелердегі ақпараттарды жоюға мүмкіндік береді. Яғни сіздер delete басасыздар, from таңдайсыздар қандай кестеден, және де қай бағанды жою керек, сол жерді көрсетіп, соны жоясыздар. Бұл жерде where 1 деп тұр. Соны жойып тастайды. Delete деген бұл кестелердің ішіндегі жазбаларды жояды. Ал drop дегеніміз бұл жаңағы жалпы барлық біздің кестедегі ақпараттарды жойып өтеді екен. Кестелерді бұл жаңағы мысал ретінде сіздерге көрсетілген реляциялық модельдердің мысалы, яғни реляциялық деректер жаңағы қормен жұмыс жасау болып табылады. Қазір енді сіздерге қазір сілтеме жіберемін. Сол жерде сіздерге өздеріңіз мысал ретінде жаңағы колледждің базасын аласыздар, немесе жаңағы университет болсын, бір жаңағы база шығарасыздар. Яғни ол жерде оқушылар бар, біздің өзіміздің оқушылар бар, оқытушылар бар деген сияқты бір-бірімен бізде байланысылады. Сол екі кестені бір-бірімен қалай байланыстырасыздар және қандай атрибуттардан тұрады, сілтеме жіберемін. Сол жерге өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп жазып өтіңіздер. Чатқа жіберемін.
чатқа жібердім сіздерге. Ашыңыздар да. Сол жерде форма көрсетілген. Формада сіздер оны жаңағы қағаз түрінде көрсетсеңіздер болады. Немесе және қолдарыңызда ноутбук болатын болса, компьютер болатын болса, схемасын сызып, жаңағы көрсеткендей осы түрде екі жаңағы кітап оқырмандар, иә, қазіргі кездер сіздер мектептің немесе жаңағы колледждің базасына аласыздар. Сол базада мысал ретінде реляциялық модельді құрасыздар. Міне қараңыздар, мына мысал ретінде не көріп тұрсыздар, мына жерде екі кесте, иә. Сіздерде мынандай көп кесте болмайды, сіздерде екі кесте. Сіздер жаңа параққа құрып көрсетсеңіздер де болады, атрибуттарын көрсетесіздер, және дегі бір-бірімен байланысын көрсетесіздер. Қазір өзіндік жұмыс болады. Өзіндік жұмысқа 10 минут жасайсыздар да сілтемеге жібересіздер. Google сілтеме жібердім, сол жерге прикреплять етесіздер. Файл деген сурет ретінде қосып қойсаңыздар болады, сілтеме ретінде кез келген редакторда сыз көрсетсеңіздер болады, немесе жаңағы Word құжатында болсын, осы кестенің модельдерін құрып, екі кестеден, яғни біздің сіздерге беріліп отырған мысал, бұл жерде оқытушылар, яғни білім саласы бойынша сіздерде базаны құратын боласыздар. Екі түрде алыңыздар, ол жаңағы бірнеше атрибуттар болу керек. Яғни оқушылар болатын болса, сіздерде ол жерде яғни оқушының ID міндетті түрде болу керек, иә. Одан кейінгі оқушының аты, тегі деген сияқты, жасы, оның санаты, одан кейінгі жаңағы жұмыс өтілі, осындай ақпараттарды қамтиды. Сол ақпараттарды қамтисыздар. Одан кейінгі келесіде сіздер екінші кестені байланыстыратын кестені алатын болсаңыздар, оны пәндер деп алсаңыздар болады. Пәндер деп алатын болсаңыздар, екінші кестені сіздер жаңа не деп алсаңыздар болады. Пәндер деп алсаңыздар болады. Пән деп алатын болсаңыз, ол жерде жаңағы пәннің атауы, жаңағы қанша сабақ жаңағы сағат көлемінде өтеді ол пән деген сияқты ақпараттарды қамтиды. Оны бір-бірімен қалай байланыстырасыздар? Яғни оқытушылар деген кестеге жаңағы сіздер пәннің ID-ін қосып қойсаңыздар болады. Сол пәннің ID-ін қосып қоясыздар. Сол арқылы жаңағы байланыс дедік қой. Сол байланыс арқылы біз қай оқытушы қай пәннен сабақ береді деген сияқты біз көре аламыз. Қазір онда 10 минут өзіндік жұмыс. Сіздер жаңа сілтемені жіберіп қойдым. Бірігіп сіздерде сұрақтарыңыз болса, жасау барысында сұрақтар қойыңыздар. Өзіндік жұмыс. Сілтемені жіберіп қойдым чатқа. Және де чатта бізде бүгінгі күнге белгіленіп тұр. Соны да ұмытпаңыздар. Соған да белгіленіңіздер. Қазір мен сіздерге мысал ретінде көрсетілген түрді ашып көрсетейін. Мәліметтердің реляциялық моделін сызып көрсетесіздер. Екі түрде деп айттық және. Студенттердің жаңағы колледждің базасы, міне осы түрде болу керек. Осы түрде сіздер екеуін көрсетесіздер. Мысал ретінде және сіздерге де тағы да айтып өттім, екі кестені алсаңыздар болады дедім. Оқушылар және пәндер деген сияқты. Немесе оқушылар жәнегі кураторлар деген сияқты. Олардың бір-бірімен байланысын, яғни қай жаңағы оқытушы, қай топтың кураторы деген сияқты осындай модельді сызба түрінде жазып, берген сілтемеге қайтадан салып жіберіңіздер. Қазір мен ашайын.
кез келген ортада сыза берсеңіздер болады, параққа да сызып жіберсеңіздер де болады реляциялық модельді. Екі кестені аласыздар, жаңағы байланыс. Сізге де жаңа атап көрсеттім, қай кестелерді мысал ретінде алуға болатын. Солай сияқты екі кестені қосасыздар. Екі кесте түрінде бір жаңағы модельдің реляциялықтары. Қазір келесі түрге өтеміз. Келесі түрге өтпей тұрып, осы жаңағы практикалық жұмысты орындаңыздар. Яғни схемасын сызып көрсетесіздер. Және де бүгінгі күнді сілтемені жібердім ғой бағана чатқа. Сол сілтемеге де белгіленуді ұмытпаңыздар. 4 оқытушы белгіленген екен, қалғандарыңызда белгіленіңіздер бүгінгі күнге. Жақсы, онда жаңағы диаграмманы, реляциялық модельді жібере беріңіздер. Ары қарай жалғастырамыз онда. Келесі бізде жаңағы реляциялық модельдің түрін жаңағы мысалын жібересіздер. Қазір Google формаға жібердім, сол жерге прикреплять етіп қойыңыздар. Келесі ол иерархиялық модель. Бұл жерде деректер, яғни иерархия ағаш құрылым түрінде ұйымдастырылған. Әрбір түйінде бір ата-аналық түйінмен байланысты және бірнеше бала түйіндері болуы мүмкін. Мысал ретінде бұл жерге XML, JSON форматтағы файлдар жатады. Артықшылықтары бұл жерде табиғи иерархиясы бар деректер үшін жақсы жұмыс жасайды екен. Енді мысал ретінде бұл жерде жаңағы сіздерге көрсетіп отырғанымыз бағанағыда бізде SQL ортасы, бұл PHP, егер білетін болсаңыздар, интерфейсін сол PHP MyAdmin арқылы қосып, бізде жаңағы сайтқа жалғауымызға болады. Бұл жерде жаңағы сіздерге мысал ретінде қарапайым түрде иерархиялық модель көрсетілген. Жаңағы атауы, title деген бізде название, атау, кітаптың, одан кейін авторы, одан кейін жылы. Мына үлгіде көрсетілген бізде иерархиялық модельге жатады екен. Келесі бізде бұл желілік модель. Деректер бұл графикалық түрінде ұйымдастырылған. Онда түйіндер, нысандарды, ал шеттер олардың арасындағы байланыстарды білдіреді. Деректер арасындағы күрделі қатынастарды бұл жаңағы қолдайды екен. Мысал ретінде бұларға графикалық мәліметтер базасы жатады. Бұл желілік модельдердің артықшылықтары икемділік, күрделі қатынастарды модельдеу үшін жақсы жұмыс істейді, яғни сол салада қолдануға болады екен. Одан кейінгі нысан моделі, бұл жерде деректерді нысанды түрде ұсынылған, деректер нысанды түрде ұсынылған, олардың әрқайсысында атрибуттар мен әдістер бар. Объектіге бағытталған бағдарламалау тілдерінде және мәліметтер базасында қолданылады екен. Мысал ретінде бұл жерде UML объектіге бағытталған мәліметтер базасы жатады, және артықшылығы бұл жерде инкапсуляция, мұрагерлік және полиморфизм қолданылады екен. Жаңағы біз 4 бөлікті қарап шықтық, реляциялық, иерархиялық, жаңағы желілік және нысандық деп айтып кеттік. Жаңағы бізде реляциялыққа біз мысал түрінде көрсетіп өттік. Және мысалда бізде көрсетілді кітапхананың базасы ретінде алып келдік. Және де ол жерде база құрылғаннан кейін бізде отчетность жүреді. Оны біз жаңағы келесі алдағы тақырыпта қарайтын боламыз. Жалпы қандай орталарда жаңағы деректер құрылған үлкен ауқымды деректермен қалай жаңағы жұмыс жасау керек, ол жердегі сұраныстарды қалай жасау керек, және де есепті қалай жасау керек деген сияқты. Енді келесі бұл жерде ақпараттық веб-сайтты немесе бейінді қорғалы ақпараттық құралдарында орналастыру үшін өнім немесе технология туралы техникалық мақалдар дайындау бөлігі. Бұл жерде жаңағы бірнеше жаңағы
этаптардан тұрады. Яғни бірінші ол тақырып пен мақсаттарды анықтау. Яғни мақсатты аудитория үшін өзекті және қызықтырыпты тақырыпты таңдау. Екінші бұл жерде зерттеу, өнім немесе технология туралы ақпаратты жинау және талдау. Сонымен қатар мақала құрылымы. Мақала құрылымы бір жерде жаңағы кіріспе, кіріспеде мақаланың тақырыбы мен мақсатының қысқаша сипаттама беріледі. Одан кейін негізгі мазмұны бұл жерде техникалық сипаттамалардың артықшылықтарды, пайдалану мысалдарын қоса алғанда егжей-тегжейлі сипаттама. Одан кейінгі қорытындыда қорытындылар, бұл жаңағы қорытындылар, одан кейін даму перспектива деген сияқты жаңағы бөліктерден тұрады екен, құрылымдардан тұрады екен. Жазу барысы бұл және де нақты тілде жаңағы қолдануы, жаңағы графиктерді және немесе диаграммалдарды, мысалдарды қосу. Өңдеу және тексеру. Қателерді тексеру және стиль мен мазмұнды реттеу. Одан кейін бізде жариялау және ары қарай сол жіберген жаңағы мақалаңыз болсын, соны ары қарай орналастыру, немесе белгілі бір веб-порталдарда немесе ақпарат орталарында орналастыру, әлеуметтік желілер болсын, басқа арналар арқылы жылжыту деген сияқты. Қазір енді сіздер осы бойынша сілтеме жіберемін. Өзіндік жұмысы болады. Сол жерде 15 минуттық өзіндік жұмыс. Сіздер сілтеме жазып тұрып, соған жауаптар жазасыздар. Қазір оны көрсетейін. Сілтемесін жіберейін. Чатқа кіріңіздер, белсенді жауап беріңіздер. Сол жерде сіздерге сұрақтар қойып тұр. Тек қана сіздер сол жерге жауаптарын енгізу арқылы мен сіздердің жауаптарыңызды жинайтын боламын. Яғни чатқа қосыласыздар. Ашқан жаңағы сілтемені жіберіп қойдым. Сілтемені жібердім. Сілтемені ашыңыздар. Мына жақтан ашайын мен сіздерге. Жаңа бұлттық платформаларға шолу. Бұл жерде сіздерге өздеріңіздің жаңағы нұсқаларыңызды жазасыздар. Бірінші бұл жерде қолданбаларды әзірлеуге және орналастыруға арналған жаңа X деп тұр, бұлттық платформасына шолу дейді. X деген яғни өздеріңіз таңдайсыздар. Қолданбаларды әзірлеуге және орналастыруға арналған бұлттық платформалар. Кеше біз бірнеше платформаларды өттік қой, немесе өздеріңіз білетін белгілі бір платформаларды жазасыздар, өздеріңіз білетін. Одан кейін екіншіде сол ағымдағы бұлттық платформалар қысқаша шолу жасайсыздар. Жаңа платформаға сипаттама бересіздер, артықшылықтары, кемшіліктері деген сияқты. Екінші сұрақта бұл техникалық сипаттамасын жазасыздар. Төмен жақтағы жаңағы айтып кеткендей артықшылықтарын, кемшіліктерін жазасыздар. Және нақты жобаларда қолдану мысалдары. Яғни бұл жаңағы платформа қай жерде қолданды, қалай деген сияқты көрсетіп өтесіздер. Қысқаша жазып өтсеңіздер болады. Содан кейін әзірлеушілер үшін осы платформаның маңыздылығы туралы қорытындылау, даму және енгізу перспективалары туралы атап өтесіздер. Яғни бұл платформамен алдағы уақытта енді бұл қанша пайызда қолданылуда деген сияқты. Немесе егер арнайы пәндер оқытушы болатын болса, сіздердің өздеріңіздің платформаларыңыз болатын болса, қолданылатын сол жаңағы платформалар туралы жазып кетсеңіздер болады. Қазір одан кейін жаңағы 15 минуттық өзіндік жұмыстан кейін сіздермен өзіндік оқытушының өзіндік платформасын қалай дайындау керек, және де ол жерге ақпаратты қалай салу керек, соны қарастыратын боламыз. Қазір барлықтарыңыз осыған жауап жіберіңіздер. 15 минуттық өзіндік жұмыс қазір.
өздеріңіздің жауаптарыңызды жаңағы қолданып жүрген күнделіктегі платформаларыңызда жаза берсеңіздер болады. Бұлттық, яғни кеше көрсетіп кеттік қой, бұлттық платформаларға, шоуларда, яғни бұл жердегі бір жақсысы бұлттық ортада сақтаудың бір тиімділігі, яғни кез келген уақытта бізге ортақ пайдалануға, өзгертуге деген сияқты мүмкіндіктер береді, иә. Енді қазір сіздерде өздеріңіз білетін осы жаңағы платформа бойынша қысқаша өз нелеріңізбен бөліссеңіздер. Ең бірінші тапсырма бойынша жауап жібердіңіздер ме? Қазір көрейік. Жақсы, олай болатын болса ары қарай жалғастырамыз. Жауаптарыңызды кейін оқып жатамыз. Қазір асықпай тағы да жауаптарыңызды жаңағы екі тапсырма бойынша салыңыздар. Келесі бізде ақпараттық технологиялар мамандары үшін анықтамалық ресурс құру және жүргізу. Яғни біз қазір жалпы өзіміздің жаңағы қандай ақпараттық ресурстарды қалай құру керек, және олармен қалай жұмыс жасау керек, және олардың ішін тиімді және пайдалы контенттермен қалай толтыру керек, сол туралы ары қарай талқылайтын боламыз. Және де мысал ретінде құрылған мен сіздерге бір порталды көрсететін боламын, жаңағы веб сайтты. Сол жерде жалпы оқытушының өзінің пәні бойынша қандай ақпараттарды салу керек, және қалай жүргізу керек, жалпы қалай құру керек, сол туралы талқылайтын боламыз. Яғни тақырыптар мен мақсаттарды анықтау, сонымен қатар анықтамалық ресурспен қамтылатын аймағын анықтау, өз веб-сайтыңызды құру, блогтарды, форумдарды немесе әлеуметтік медианы пайдалану, жаңа ақпаратты қосу, ескі материалдарды талдау және түзету. Яғни бұл жерде бұл кезеңдер өзіміздің жаңағы біздің веб-порталымызды және веб-сайтымызды құрмас бұрын біз жаңағы тақырыпты айқындауымыз керек. Одан кейін мақсатты, одан кейін барып ол жаңағы біздің веб-сайтымыз қандай ақпараттардан тұратындығы туралы анықтауымыз керек, иә. Яғни ол қандай блоктардан тұру керек, форумдардан, және қандай ақпараттан тұру керек екенін, және де сол ортаның біз веб-бетін анықтап алуымыз керек екен. Мысал ретінде қазір сіздерге мен бір ортаны көрсетейін.
яғни бұл жерде бізде оқытушылардың веб порталы, яғни сіздер өздеріңіздің міне көрсетіліп тұр, бұл жерде әр оқытушының өзіне арналған жаңағы әр өзінің сабақтарына арналған веб парақшалар бар. Яғни бұл жерде не істеуге болады? Яғни жалпы ақпарат одан кейінгі сол мысалы біз бір топты алатын болсақ, және сол топтың ішінде бірнеше сабақ берілетін болса, сол сабаққа берілетін жаңағы мұғалімдердің өздерінің жеке курстары болады. Яғни мысалы өзіміздің курсымызға таңдайтын болсақ, бізде бір курс мысалы жаңағы бағдарламалау деген курсты алатын болсақ, және де ол бағдарламалау курсы қандай бөлімдерден тұру керек. Яғни ол курсымыз келесі бөлімдерден тұрады. Мысалы барлығымыз білеміз, оқу жұмыс бағдарламасы, дәріс, зертханалық жұмыс, сонымен қатар бизнес сабақтар, жол тұрады екен. Бұл жерде енді бұл жаңағы ортаның артықшылығына айтып келетін болсақ, яғни сіздер өздеріңіз жаңағы сабақ бұл веб жаңағы сайттарды және веб жаңағы порталдарды құрудағы артықшылықтың тиімділігі, яғни сіздердің барлық құжаттамаларыңыз электронды түрде болады. Сонымен қатар студенттерге кез келген уақытта қолжетімділікті туғызады. Кез келген уақытта өздеріңіздің жаңағы оқып сабақтарын бізде ала алады екен, қайталап көруге, қайталауға мүмкіндік береді екен. Енді міне мысалы біз бұл жерде бірінші оқу жұмыс бағдарламасы, мысалы екінші бет ашылған кезде біз тіркелген студенттер ғана бұл жерде бұл курсқа тіркелген, яғни сабақ беретін оқушылар ғана бұл курсқа қол жеткізе алады. Яғни толығырақ деген батырманы басамыз. Толығырақ деген батырманы басу арқылы біз осы курсқа тап болады екенбіз. Яғни егер курсқа жазылған студенттер болатын болса, өздерінің жаңағы логин и парольдары беріледі ғой, сол өздерінің құпия сөздерімен кіріп осы курсқа өте алады екен. Курсқа өткеннен кейін барып ол жаңағы біздің курсқа доступ ала алады. Бұл жерде өзіміздің міндетті оқытушының міндетті жүргізетін жаңағы құжаттамалары бар. Яғни бұл жерде жұмыс оқу бағдарламасы, жалпы курстың қандай бөліктерден тұру керегі, қандай жаңағы сағаттан тұрады, көлемде тұрады деген жалпы ақпарат алады, және де осыны оқып шыққаннан кейін ол қандай нәтижеге жетеді деген ақпараттарды қамтиды. Келесі бөлікте бұл жерде дәріс бөлігі. Дәріс бөлігінде бізде көріп отырсыздар, бұл жерде толық осы курс бойынша бізде дәрістерді қамтиды. Дәрістер бөлігі, одан кейінгі бізде зертханалық жұмыс. Зертханалық жұмыста мысалы студенттерде әр зертханалық жұмыс орны барса, мына жерде жәнедегі ограничение қойып қойсаңыздар да болады, және де алдағы уақытта. Яғни бір зертханалық жұмысты орындағаннан кейін бізде екінші зертханалық жұмысқа көшу керек, яғни иә. Сол жаңағы бір зертхананы, және де бұл жерге тағы да қосуға болады, бізде онлайн жаңағы компиляторларды қосып қойсаңыздар болады. Сонымен қатар сол жердегі жаңағы орындап және тексеру жұмыстарын жүргізуге болады. Одан кейін бұл жерде сіздерде бизнес сабақтарды өздеріңіздің кез келген бизнес сабақтарыңызды салып қоя аласыздар. Одан кейінгі журнал, иә. Журналда бізде жаңағы өздеріңіздің осы учеты арқылы жасасаңыздар болады, яғни күнмен, және де бұл жерде автосумма көрсетілген, яғни бұл қойылған бағаларды міндетті түрде автоматты түрде, мысалы 5 сабақ болатын болса, 5 сабақ бойынша қорытындысын шығарып жаңағы қоюға тиімді болып тұрады. Сонымен қатар тест бөлімі бар. Тест бөлімінде бұл жерде әр алған жаңағы бөлімдер бойынша өздерінің білімдерін сынап және тексеріп көруге болады. Яғни тесттерді өтеді. Бұл жерде енді блоктарға келесі алдағы уақытта қосып блоктарға бөлуге болады. Яғни бірнеше өзіміздің өткен
модульдарымызға байланысты бірнеше блоктарға бөлеміз. Сол блоктардың тақырыптарын өту арқылы біз ары қарай өзіміздің жаңағы білімімізді тексере аламыз. Яғни өзіміздің болғанда студенттер өздері кіріп, яғни және де ол бізде базаға сақталады. Бағана мен сізге база көрсеткен болатынмын. Осы базаны біз осы интерфейсқа қосатын боламыз. Және ең басында көрсеткен бізде логин и парольмен кірді ғой. Сол жерде кірген кезде сол жаңағы базаға сақталады. Тіркелген, яғни біздің базадағы студенттер болатын болса, ол міндетті түрде бүкіл ақпаратқа қолжетімді болады. Ал егер ол базада тіркелмеген студент болатын болса, ол әрине бізде жаңағы порталымызға қол жетімді болмайды екен. Яғни бұл құрудың жаңағы бұл веб-порталды құруда біз келесі құралдарды қолдандық. Яғни бұл жерде өздеріңіз білесіздер, веб беті әзірлеу үшін HTML, сонымен қатар стильдер, таблица, стильдер, бұл CSS стильдерге жауап беретін, сонымен қатар фреймворктар, одан қатар Bootstrap, сонымен қоса бізде JavaScript-ің көмегімен осындай кішігірім веб құруға мүмкіндік береді екен. Мысалы, енді қазір тіркеліп кеткеннен кейін мына жерде бізде желілерге, яғни өздеріңіздің орындарыңыздың, мекемелеріңіздің әлеуметтік желілерін бекітіп қойсаңыздар болады. Немесе бұл жерде сіздер өздеріңіздің жеке жаңағы обратная связь дейді ғой, жеке жаңағы обратная связь алу мақсатында өздеріңіздің жеке байланыс ақпараттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Яғни оқушыда сізге сұрақ болатын болса, сол жаққа тікелей байланысуға мүмкіндік береді. Немесе сіздерде жаңағы чат бот қосуға, телеграм бот қосуға мүмкіндігі бар. Енді қазір біз бұның жалпы құрылымына өтейік, жалпы қалай құрылды және қалай жасалды. Басты бетіне өтетін болайық. Бас бетінде қазір сіздерге жалпы синтаксисін түсіндіріп өтейін. Яғни бас беті көріп отырсыздар. Бас бетінде бірнеше элементтерден тұрады, бірнеше кестелерден индекс HTML. Яғни бұл жерде сіздер контент таңдау барысында бірінші сайтты құрып аласыздар. Құрып алғаннан кейін барып өздеріңіз әр жаңағы пәндер бойынша қосып шығасыздар. Мысалы, веб бағдарламалау, химия болатын болса, химия. Осы жаңағы берген элементтен тек қана өздеріңіздің берген құжаттамаларыңызды өзгерте аласыздар. Қазір енді сіздермен кішігірім жаттығу жасаймыз. Тағы да сілтеме жіберемін. Өзіндік жұмыс болады. Сол сілтемеге жауап жазасыздар. Чатқа өтіңіздер. Қазір мен алдыңғы чаттардың орындалғанын қарайын. Жауап жазыңыздар. Практикалық жұмыс қазір бізде. Бірінші тапсырма бойынша қазір жауаптарыңызды көрейік. Яғни бірінші тапсырма бойынша сіздер жаңағы бірінші модель бойынша бір мысал көрсету керек едіңіздер. Яғни реляциялық деректер қорының бір мысалын көрсетуім керек едіңіз. Қазір жауаптарыңызды көрейік. Келесі мысалда сіздер жауап жазуыңыз керек еді. Белгілі бір платформаны аласыздар, сол платформаны зерттеп, яғни көрсетесіздер.
артықшылықтарын, кемшіліктерін жазып өту керек болатынсыздар. Бір жауап келіпті. Аха, бір жауап кетті. Міне экранда көріп тұрсыздар. Бұл жерде дұрыс, иә, студент, оқытушы. Аха, студент, оқытушы деп алыпсыз. Өте дұрыс. Екі кесте алған екенсіз. Бұл жерде студент және оқытушы деген, иә. Бірақ байланыстарды кішкене дұрыс орнатылмаған екен. Яғни бұл жерде бір кесте, екі кесте болғандықтан бұл кесте бізде байланыстың жаңа айтып кеттік, иә, бірнеше түрі болады деген сияқты. Бірге бір, және де көпке көп, немесе және көпке бір деген сияқты, иә. Бұл жерде қазір біз екі кесте болғандықтан бұл жерде бізде бірге бір деген жаңағы байланыс түрі болу керек. Яғни бұл жерге сіздерге жаңағы бұл неде студенттің ID-ін қосу керек еді, және де жаңағы сол студенттер ID-ін оқытушы ID-на қосқан кезде жақсы болатын еді. Сонда оқытушының пәні жаңағы немесе топтың ID деп қоссаңыз болатын еді. Яғни сол ID арқылы осы студент осы топта, және де сол топқа осы оқытушы сабақ береді дегенді білдіретін еді. Өте жақсы, өте тамаша. Яғни бұл жерде топ деген тағы бір бөлек не жасайын деген үлгермей қалдым. Көпке көп деп пе? Оқытушымен байланыстыратындай и топтың тізімінде оқушы болып келетін. Сол топта отыр дегенде қалдырып жасайын деген. Жаңа сіз нетіп отырған кезде, айтып отырған кезде ғана келіп отыр миыма ол. Сол кезде жаңағы топ деп бөлек алғанда жақсы болатын еді, сізде. Топ деп алсаңыз бөлек. Иә, топ деп алған кезде сонда өте жақсы, байланыс жақсы орнатылады. Өте жақсы. Тағы бір таблица болатын, үшінші таблица. Иә, үшінші таблица болатын еді, сол топ деп мына жаққа байланысып кететін еді. Сол кезде өте жақсы. Келесі тағы да жауаптар бар ма? Әзірге бір жауап. Екінші не бойынша қандай платформаны жаздыңыздар? Өздеріңізде қолданып жатқан платформаларыңыз болатын болса, немесе Moodle платформасын жаздық. Moodle платформасын қазір онлайн кезінде сол арқылы сабақ берген. Moodle платформасы не? Қазір мына жақта көрейік. Moodle платформасы. Moodle платформасы білім алушыға арналған оқушылардың өз курстары бойынша тапсырма тесттерді ағымдағы бұлтықпен қоса. Бұл платформаны көбінесе біздер оқытушыларға бөлек кабинет ашылады, студенттерге бөлек кабинет ашылады. Оқытушылардың кабинетінде беретін пәндерін енгізеді, сосын өз топтарын енгізеді, әр пәнге арналған өзінің бөлек топтарын енгізеді. Сосын ең пәнге қатысты оқытушы өзінің тапсырмаларын енгізе алады. Тест әртүрлі түрі бар, барлық методикалық нелерді қамтыған барлық түрлерін енгізе алады. Және олар задание ретінде автоматты түрде студенттің кабинетіне келіп тұрады. Студент өзінің логин пароль арқылы Moodle-ға кіреді, кабинетін ашқан кезде курстар тұрады, яғни пәндердің тізімі тұрады, және әр пәнді басқан кезде оқытушы берген тапсырмалар уақытымен қай уақытқа дейін бере алады деген сияқты барлығы белгіленіп тұрады. Студент барлық тапсырмаларды орындап кері байланыс жібере алады оқытушыға, ал оқытушы келген тапсырмаға келген жауаптарды тексеріп баға қоя алады. Ол баға студенттің кабинетінде көрсетіліп тұрады. Біз қолданатын платформа осы.
Аха, өте жақсы. Яғни оқу процесінде қолданасыздар, иә? Оқу процесінде қолданамыз, онлайн дистанционный болған кезде қолданғанбыз. А, енді даму және енгізу перспективалары өте жоғары дейсіздер, иә? Яғни бұл Иә. аха, қандай Кемшілік тек просто не мгм, жағынан сервер керек, үлкен сервер керек, данныйларды сақтау үшін жақсы сервер керек, мықты сервер. мгм. Сосын кішкене бұл платформа негізі америкалық нелерден алынғандықтан платный жылына ақша төлеу керек. Жылына ақша төлей ме? Серверға ол Ақша негізі тегін еді ғой, модул төлеу. платформада Қазақстан бойынша тек қана енді серверіңіз болмаса, ал модул тегін Қазақстанға тегін берілген оқу орындарында тегін емес пе? Нелерге, егер де оқу орындарында өзінің сервері болмаса, онда платный. Именно М, серверде данный Серверға сақтау үшін. иә серверларды алатын шығарсыздар Былай әйтпесе. платформасы Мгм, бар. мгм. Былай платформасы тегін, сервер болмаса, оларға қиын болады. Но енді біздің колледжда сервер бар, сондықтан біз бұны бесплатно қолданып жатырмыз әзірге. М, Басқа сіздер немемен жұмыс жасап көрген жоқсыздар, иә, осындай платформалармен. Және де бұл жаңағы модульмен де біз таныспыз. Яғни бұл жерде жаңағы тест жүйесінде жүргізу өте тиімді, иә, тест жүйесінде, егер білсеңіздер, бұл жерде бірнеше сұрақтарды енгізу арқылы жаңағы ішінен таңдап, мысалы банк вопросовқа, иә, 300 500 сұрақты салып қойып, сол жерден жаңағы 50 деген сияқты 30 сұрақтарды выборочно алып, жаңағы аралық аттестация жүргізген кезде де қолданса өте тиімді. И бұл жерде Иә, жақсы уже результаттарды сақтайды, и барлығы бір жерде, жаңағы лекциясында, иә, видеосында, барлық жерде. тесттарды да жүргізуге болады. Бүкіл жаңағы достықтар бізге тиімді екен. Өте жақсы, рахмет сіздерге. Өте жақсы. Ана қазір бірақ ханым, Сая ханымға басқаларыңызда жауап қандай платформалар, может сіздердегі өздеріңіздің жаңағы оқу орындарыңызда басқа платформа шығар. Қазір онда әзірге жауаптар келіп қарай беретін боламыз. Енді қазір біз жаңағы көрсеткен веб парақшаны компьютерларыңыз болатын болса бірге өзгертіп көретін боламыз. Сіздер менімен бірге жұмыс жасаңыздар, яғни мен қазір сіздерге жіберемін сол жаңағы курс дегенді. Соны сіздер менімен бірге өзгерту керексіздер, қайталап отырасыздар. Яғни араларыңызда жаңағы арнайы пән оқытушы болмасаңыздар да мен сіздерге бағыт бағдар беріп отырамын. Өздеріңіздің курстарыңызды құруға мүмкіндік береді жаңағы жеке. Сіздерге қазір чатқа жіберемін архив файлымен, сол жерден өздеріңіз архивтан шығарыңыздар да қазір. Бұл жерде мысал ретінде көрсетілген, өзгерген. Сіздер яғни өздеріңіздің суреттеріңізді қою керексіздер. Қазір жіберейін сіздерге. Чаттан алыңыздар. Чаттан алғаннан кейін бізге не керек болады? Жаңағы блокнот ортасы керек болады. Егер кімде ноутпад бар, сонымен немесе жаңағы өзіміздің Windows-тағы обычный блокнотымызды қолдана берсек болады. Қазір артықтарын чатқа кіріңіздер да жүктеп алыңыздар. Сол жерден өздеріңіздің қазір сіздер өздеріңіздің суреттеріңізді дайындай беріңіздер. Өздеріңіздің суреттеріңізді енгізетін боласыздар. Қазір барып жатыр.
әзірге сіздерге нені ашып көрсете берейін. Жүктеп аласыздар. Бұл жай үлгі ретінде қалай құру керек екен. Блокнотты ашасыздар. Блокнотты қазір мен рабочий. Блокнотты ашқаннан кейін бағанағы папканы көрсеттім ғой мына жердегі. Қазір. Сол папканы ашасыздар. Папканы ашқаннан папканы жаңағы чатқа жіберіп жатқан папканы ашасыздар. Бірге қазір практикалық жұмыс жасайтын боламыз. Папканы ашқаннан кейін, міне мына жерде міне осындай папка барады сіздерге. Папканы ашқаннан кейін мына индекс деген тұр ғой, основной біздің индекс файлымыз. Сол индекс файлды аласыздар да, неге жібересіздер? Блокнотқа жібересіздер. Міне. Блокнотқа стап, немесе оң жақ батырмасын басып, открыть с помощью блокнот деп біз ашып аламыз. Блокнотты ашасыздар. Блокнот ашқаннан кейін сізде осындай экран пайда болады. Сол жерден қазір сіздер өздеріңіздің веб парақшаларыңызды құратын боласыздар. Яғни ішіндегі ақпаратты өзгертесіздер. Және тұр колледждің атауын өзгертіп жіберсеңіздер болады өздеріңіздің. Бас бетті байланыс дегендердің барлығын қалтыра бере аласыздар. Мына жерге келген кезде міне көрініп тұр ғой, осы жерге өз аттарыңызды жазыңыздар. Өз аттарыңызды жазасыздар. Және де беретін сабақтарыңызды жазасыздар. Мысалы, өз аттарыңызды өзгертесіздер. Және де мына жерге пәнін жазасыздар. Пәндеріңізді жазасыздар. Қараңыздар. Бұл жерде енді арнайы пәндер біледі, бұл жаңағы заголовоктың размері, А5 жаңағы размерін көрсетеді. Бұл атыңызды сіздің қазіргі таңда енді арнайы пән оқытушы болмасаңыздар да ашып өздеріңіздің жаңағы контенттарыңызды енгізуге мүмкіндік береді. Яғни аты жөндеріңізді жазыңыздар, одан кейін астына пәндеріңізді жазыңыздар. Пәндеріңізді жазғаннан кейін мынау бізде жаңағы стрелка. Қазір қайтадан сайтты ашып көрсетемін. Қай жерде өзгертіп жатқанымызды. Міне, мына жерде біз қазір өзгертіп жатқанымыз, міне мына жердегі стрелканың суреті, одан кейінгі аты жөнін, одан кейін барып мына жердегі өздеріңіздің пәндеріңізді қоясыздар. Мысалы, математикадан берсеңіздер, математика, физика болсын, физика немесе басқа да арнайы пәндерден беретін болсаңыздар, осы жерге өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар, пәндеріңізді жазасыздар. Келесі, кәне біз өзгертіп жатырмыз, қазір мына жақтан да тексеріп көретін боламыз. Жазыңыздар, өзгерттіңіздер, одан кейін барып мына жерде суретті, міне сурет мына жерде көрсетілген қалай өз суреттеріңізді өзгерту керек. Яғни бізде бұл жерде hero деген папка бар. Сол жердегі 9 деген бізде PNG сурет бар. Сол 9 деген PNG суреттің орнында біз жаңағы өздеріңіздің сайтта орналасқан немесе тағы да басқа суреттеріңіз болатын болса, сол суретті қоя аласыздар. Суреттің номерін өзгертесіздер, яғни мына жердегі, қазір мен мына жердегі папканың ішіндегі кез келген суреттің тағы да басқа суреттерді көрейін. Например, біріншіне де қазір ашып көрсетейін сіздерге. Сол папкадағы басқа суретті таңдайын. Сол жерде сіздер өздеріңіздің папкаға саласыздар сол суретті. Сол салған папканың ішіне салған сурет қазір сол жаңағы басқа беттегі өздеріңіздің суреттеріңізге ауысатын болады. Қараңыздар, қазір мен сізге көрсетемін, қай жерде орналасқан ол сурет. Курс деген папканы жүктеп алғаннан кейін, бұл жерде сізде image деген тұр. Міне мына жерде. Сол image деген ішінде міне hero деп тұр ғой, ол путь бағанағы кодта бізде hero деп тұрды, слэш тұрды, сонымен қатар бұл жерде путь көрсетілген болатын. Сол путьқа сіздер өздеріңіздің жаңағы суреттеріңізді қоясыздар. Міне осының ішіне өзіңіздің суретіңізді жүктейсіз, кез келген суреттеріңіз. Мысалы, қазір менде менің суретім тұр 9 деген, ол жерде мен мысалы қазір кез келген мына 8 деген суретке ауыстырайын.
сегіз деген суретке ауыстыратын боламын. 8 деген суретке ауыстырамын және оның оң жақ батырмасын барып басып свойства дегенді көріп, яғни ол қандай форматта болады, міндетті түрде форматын қарау керек. Егер ол жаңағы форматы JPEG болатын болса, бізде ана жерде PNG-ның орнына JPEG деп қоямыз. Егер жаңағы WhatsApp-қа жіберіңізші дейсіз ба? WhatsApp номеріңізді жазып жіберсеңіз, қазір мен жіберейін WhatsApp-қа. Осы жерден жазып жіберіңіз WhatsApp номеріңізді, қазір мен жіберемін WhatsApp-қа. 8 деген белгілеп қойдым, яғни бұл жерде форматы 8 дегенді жаңағы форматы бұл жерде бізде PNG формат суретіміздің барлығы. Сондықтан PNG формат болғаннан кейін міндетті түрде қазір мен сақтап сіздерге 1 минут жібере салайын WhatsApp-қа. Бұл жердегі ақпараттар енді қарайсыздар қазір. Қазір WhatsApp-ымға жіберейін. 1 минут. 1 минут тоза тұрыңыздар. WhatsApp-ыңызға жіберіп жатырмын. Ары қарай жалғастырайық. Осы номерге де жақсы. Қазір жіберейін. 1 минут. Сіздерге ана чаттағы негізі сілтемелер ашылып жатыр ма? Көптеріңіз белгіленбей жатсыздар, немесе жауап жаза алмай жатсаңыздар, айтыңыздар. WhatsApp-тарыңызға да жіберейік. Себебі Сая ханым ғана белсенді қатысып жауап жазып отыр, басқаларыңыздар да белгіленіп өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазір барып жатыр, жіберіп қойдым сіздерге. Енді ашып қарасаңыздар болады. Жаңағы кез келген жаңағы нені ашасыздар, блокнотты, яғни кімде жаңағы даже визуал код болса да, егер кім бізде программированиемен айналысатын болатын болсаңыздар, соны ашсаңыздар болады. Немесе қарапайым біздің блокнот жаңағы или нотпадты ашсаңыздар, сол жерде өзгерте берсеңіздер болады. Енді міне бізде айтып кеттік, жаңағы папканы аштық. Папканың ішінде біз суретті өзгертіп жатқан болатынбыз. Өзімнің атын өзгерттік, міне басында менің атым тұрған болатын, қазір енді атын өзгерттік. Одан кейін барып беретін пәнді өзгерттік. Одан кейін барып жаңағы басқа суретке ауыстырдық, иә. Ол сурет міндетті түрде жаңа көрсетіп кеттім. Бізде папка бар мына жерде, жаңағы мен сіздерге жіберген курс деген папканың ішінде білесіздер, имидж деген папка тұр. Имидж деген папканың ішінде міне Hero деген папка бар. Яғни слэш арқылы міне путь көрсетілген, яғни қай ненің ішінде орналасқан. Сол жердегі өздеріңіз суреттеріңізді міндетті түрде осы жерге саласыздар.
осы жерден и айтып кеттім, оң жақ батырмасын басасыздар да свойствосын қарайсыздар. Свойствосын қараған кезде міндетті түрде ол жаңағы PNG форматта болатын болса PNG форматта, немесе JPEG форматта болатын болса JPEG форматта форматын міндетті түрде жазып көрсетесіздер. Өзгерттік, атын өзгерттік, одан кейін енді қазір оны сақтайық. Мына жерде міне қызыл болып тұр, қазір сохранить еткеннен бізде көк болып жанады. Жаңағы сақтау жүргізесіздер. Сақтағаннан кейін барып жаңағы веб-страницаны обновлять етесіздер. Веб-страницаны обновлять етесіздер. Веб-страницаны обновлять еткен кезде бізде жаңағы аты өзгерттік біз. Сонымен қатар сурет өзгерттік, иә. Оң жақ батырмасын басу арқылы открыть папканың ішіндегі барып индексті открыть с помощью кез келген егер сізде по умолчанию браузер тұратын болса, сол браузермен аша беріңіз, немесе өзіңізге ыңғайлы кез келген браузерде аша берсеңіз де болады. Енді қазір жаңа сіздер басында бізде менің суретім тұрды, сонымен қатар менің атым тұрған болатын, және біз жаңағы 8 деген суретке өзгерттік, иә. Мына жерде 8 деген суретке өзгерттік. Енді қазір ашып, жаңағы браузерді ашып обновить еттім мен. Қазір браузерді ашып көрсетейін сіздерге. Міне мынау жаңағы браузер. Міне қарап тұрсаңыздар, мына курс деген папка, индекс деген, міне мына жерде путь тұр, иә. Жаңағы жұмыс үстелдегі сіздерде де солай болады. Курс, индекс HTML, яғни мына жерде міне сурет өзгерді. Одан кейін мына жерге мен жаңа болып кетті ғой, физика. Сол жерде жаңағы сақтайсыздар да, қайтадан міне жаңағы пәніңізді, өзіңіздің жаңағы атыңызды өзгерте аласыздар. Одан кейін келесі бетке өту, иә. Екінші бетке өткен кезде бізде екінші бет ашылып тұр. Екінші бетті ашу үшін бізде мына жерде жоғары жақта қарасаңыздар, міне беттің аты жазылып тұр. Мына жерде жоғарыда аты жазылады, яғни бұл блог деген жаңағы бет. Блог деген бетке өтсеңіздер, жаңағы мына курстың ішіндегі папкаға кіресіздер. Курстың ішіндегі папканың ішіне кірген кезде бізде блог деген папканы тауып аласыздар. Блог деген мына жерде міне бізде міне блог деген блог, міне аты блог HTML. Блог HTML тауып алсыздар да, жаңағы біздің блокнотымызға жібересіздер. Блог HTML-ді ашып алғаннан кейін бұл жерде сіздерде өз суреттеріңізді, одан кейін өздеріңіз туралы ақпаратты, қазір мен ашайын. Мен блог HTML-ды аштым, яғни мен индекс HTML, блог HTML, кім жаңағы веб құратын адамдар болатын болса, бұл жаңағы href арқылы бізде екінші бетке сілтемені басу арқылы екінші бетке өте аламыз екенбіз, иә. Сілтеме тұрды, сол жерде міне қарап тұрсаңыздар, мына жерде міне көрсетілген веб бағдарламалау деген атын міндетті түрде өздеріңіздің жаңағы кез келген курстарыңыздың аттарына өзгертсеңіздер болады. Одан кейінгі мысалы курста бұл жерде жаңағы бұл қарапайым түрде көрсетіп алынған сіздерге, яғни стандарт деп айтады ғой, оқу жұмыс бағдарламасы, дәріс, зертханалық жұмыс деген сияқты. Сіздер ол курста өздеріңіздің қазіргі заманауи курстар бар ғой, қазір Coursera болсын, Microsoft'ың курстары болатын болсын, сол сияқты әртүрлі бағандарға өздеріңіз менюді құрып алсаңыздар болады. Яғни жаңағы видеоны да басқа неде, одан кейін барып лекцияны и тестті деген сияқты жұмыс оқу бағдарламасында, пландарында жаңағы өздеріңіздің официальный жұмыс оқу бағдарламасы емес, курстың толық бағдарламасын осы жерге енгізіп көрсеңіздер болады. Осы жердің атын өзгертесіздер, міне данныйлардың барлығын жаңағы біз бала бет қолма жазып өзгерте бересіздер. Өзгертесіздер, жаңағы өздеріңіздің жаңағы номерларыңызды, почтаңызды деген сияқты барлығын осы жерде өзгертесіздер. Одан кейін бізде жаңағы сурет болды. Жаңағы суретті біз айттық, суретті өзгерту барысында міне қараңыздар, мына жерде міне папка, сол папканың ішінде, бірақ бізде қосымша папка жоқ, және имидж деген папка ішінде 23 деген сурет тұр. Яғни сол имидж деген папкаға кіресіздер да, сол жерге өзіңізге керекті суретті саласыз, қалған артық суреттердің барлығын жойып тастасаңыздар болады. Жаңағы артық сурет жойып тастайсыздар, соған енгізгеннен кейін бізде өздеріңіздің суреттеріңіз бар, өздеріңіз туралы ақпараттар веб-бет пайда болады.
анықтаманы жаңағы мына жерде тұрған өзіңіз туралы анықтаманы өздеріңіздің жаңағы өздеріңіз туралы толығырақ өзгертіп шығасыздар. Жұмыс өтілі деген сияқты бүкіл өздеріңіздің ақпараттарыңызды толықтырасыздар. Одан кейінгі жаңағы мына жерде бізде екінші бетке өту керек деп тұр. Мына жерде міне қарасаңыздар, мынау жаңағы өздеріңіз туралы мына суретте өзгертесіздер, өздеріңіз туралы бүкіл ақпаратты оны және көріп алыңыздар. Текст тұрған жерлерді просто өздеріңіздің ақпараттарыңызға өзгерте бересіздер. Келесісі мына жердегі курстың жалпы қандай контенттен тұратынын өздеріңіздер таңдайсыздар. Яғни ол қандай бағытта болады. Тек қана лекция, видео ғана түрінде бола ма, тест болмайтын болса, керекті бағыттарды аласыздар. Одан кейін толығырақ деген жерде сіздің курсыңызға, бұл жерге айтып кеттік, сіздің курсыңызға жазылған ғана студенттер, оқушылар ғана бұл жерге өте алады деп. Бұл жерде енді қарапайым оқытушыларға базаны құру қиынырақ болады, бірақ бағана біз базаны көрсеттік, сол сияқты бұл жерде база болады. Ол база міне мына жерде көрсетіп кеттік қой, осы жерге бізде база құрылады да, осы жаққа біздің жаңағы кез келген сайттарда бізде бар ғой, тіркелу, жаңағы Moodle деп жатырсыздар, сол жерде де әркімнің жаңағы оқушы өзі жаңағы оқушы өзі тіркеледі, оқытушы өз атынан деген сияқты. Егер сіздің курсыңыз барлығына жаңағы доступный болатын болса, сіздер және тіркеуді ұйымдастырмай, әркім жаңағы кіріп көре бере алатын болатын болса, онда логин и пароль деген бетті парақшаны алып тастауға да болады. Егер болатын болса, сіздер алдын ала бір топқа белгілі бір құпия сөзбен жаңағы емайлын бересіздер. Сол арқылы қазіргі таңда енді мен бұл жерде базада толық емайл бүкіл группа қосып тұрған жоқ, сондықтан да қазіргі бізде стандартный 3 жаңағы бір санмен, парольмен тұр. Одан кейінгі мына жерде өзі стандартный біздің айтып кеттік, оқу жұмыс бағдарламасы қалай құру керек екенін, бұл жаңағы бізде Word форматтағы материалдар және де Excel форматтағы материалдар. Тесті бұл жерде қарапайым түрде Excel вариантта жасалған. Егер сіздер жаңағы базаны қосатын болсаңыздар, Moodle-дағыдай үлкен базаны, ол енді жаңағы PHP MyAdmin-мен қосаңыздар болады, немесе басқа да деректер қорымен үлкен ауқымды жаңағы деректер қорымен жұмыс жасауға болады. Енді қазір бұның жаңағы бұл бетті өзгерту үшін сіздер about 1 деген HTML-ға кіресіздер, about 1 деген HTML кіресіздер, сол жерден өзгертесіздер. About 1 дегеніміз мына неде жаңағы папканың ішінде тұр. Сол about 1-ді міне about тұр, міне осы about 1-ді оң жағын басып жаңағы открыть с помощью деп немесе тастап жаңағы блокнотқа жібересіздер. Блокнотқа жіберген сіздерде міне осындай терезе пайда болады. Осы жерден бағана айтып кеттік, жаңағы бас беті, байланыс деген сөздерді өздеріңіз ыңғайлы қылып өзгертсеңіздер болады. Сонымен қатар курстың атын полный өзгертсеңіздер. Одан кейінгі жаңағы біздің бөлімдер, курс дедік, жаңағы бизнес сабақтар деген сияқты. Егер қысқартатын болсаңыздар, мына жерден барлығын кесіп алып тастайсыздар артықтарын. Егер қосам десеңіздер, тек қана осы міне списокты осы міне ашылады, ли деген список басылады, сол басылған списокты просто копировать етесіздер де мына жерге дополнительно тағы да біреуін қоясыздар. Сол жерде мысалы тесттің орнына сіздер мысалы 7-ші қылып тағы да бір бөлік енгізсеңіздер болады. Данныйларыңызды өзгертесіздер, одан кейінгі барып, мысалы мына жерде міне сіздерде қалай жаңағы Word құжаттары қалай жаңағы ашылып тұр десеңіздер, бұл жерде мына жерде сілтеме көрсетілген. Мына жердегі ютубтағы видеоларға ютубтың ссылкасын қойыласыз. Бұл жерде бізде 3 видео салынған. Сіздер өздеріңіздің бір курс жүргізген кезде бұл онлайн кезінде тиімді болады еді. Даже егер сіздер қазір балалардың жаңағы сабақ кезінде түсінбегенін үйде отырып қосымша жаңағы қарауға және де сол тақырыпты қайтадан қайталауға мүмкіндік алуына және де оның оқу үлгерімін жоғарылатуға кең мүмкіндік береді. Жазасыздар, яғни өздеріңіздің видеоларыңызды салып қойсаңыздар болады, видео инструкцияларыңыз жалпы сол өткен тақырып бойынша. Одан кейін мына жерде каждый видео бойынша аттары, мысалы видеоның аты жазылады, одан кейін барып міне мына жерде мына жерде көріп тұрсаңыздар, видеоға сілтеме осы жерде көрсетілген, яғни размері, ширина, высота, бұл жерде жаңағы видео ненің, одан кейін барып видеоның сілтемесі көрсетілген. Одан кейін барып жаңағы
міне CSS деп тұр, осының бәрі видеоға сілтеме. Ал жаңағы Word құжаттарынан мына жерде Google Docsқа, например, бізде кеше біз жұмыс жасадық қой, онлайн құжаттамалармен, немесе жаңағы Google дискқа салып қоясыздар, Google дискқа саласыздар да, сол жерден сілтемесін алып осы жаққа қойсаңыздар болады. Немесе жаңағы электронды таблицаларды өздеріңіздің сол жерден создавать етіп, соның сілтемелерін осы жерге қоясыздар. Осы жерге қойғаннан кейін сіздер жаңағы өздеріңіздің кейін мысалы сізде бұны база ретінде де қосуға болады, бірақ сіздер енді жаңағы программированиемен айналыспайтын оқытушылар өздеріңіз жаңағы Google дискқа салып қойсыздар ғой, сол жаңағы Google дискқа салып қойған сілтемені қосқаннан кейін ол ақпаратты сіздер жаңарта бере аласыздар. Яғни лекцияларыңызды ішін өзгертіп жаңартып қойсаңыздар болады. Және де жаңа материалдар, егер жаңағы бізді білесіздер ғой, IT саласы дамып жатқаннан кейін бізде де мысалы ескі ақпараттар деген сияқты саламыз, оларды қайтадан, яғни уақыт өте жаңарта береміз. Сіздер ол кезде жаңағы Google дискпен сілтемені салсаңыздар, Word'та ауыстырып жатпайсыздар, тек қана сол жаңағы онлайн кіресіздер, редактировать басып, сол редактирование арқылы ішіндегі ақпаратты өзгерте бере аласыздар. Соның бір тиімділігі. Суреттер, видеолар, одан кейінгі және бізде тест тапсырмасы болды. Тест тапсырмасында да бізде екінші, жерде көріп тұрсыздар, тест тапсыру барысында бізде екінші жаңағы страница ашылады. Соны екінші страница ашылады, яғни тестта бізде сол бетте өтпейді, яғни бізде тест HTML деген екінші страница ашылады. Ол міне бізде мына папкада тұр, яғни тестті өту үшін бізде жаңадан міне мына жерде тест деген не бар, страница. Сол тест деген страницаға өтіп, жаңа сол жерден тест жүргізеді. Тест дегенді былай ашайын. Қазір сіздерге көрсетейін. Тест дегенді ашасыздар. Тестті ашқаннан кейін бұл жерге өздеріңіздің сұрақтарыңыз енгізілген. Енді мысалы біз айтып жатырмыз ғой, бұл жерге сіздер енді толықтай тестті өздеріңіз жасап шықсаңыздар болады, немесе жаңағы тест деп тұрған жердегі тест HTML дегеннің орнына сіздер егер басқа ортада мысалы біз бірнеше платформалар бар ғой, бізде QGIS болсын, Kahoot болсын, кез келген қазіргі кезде интерактивтік білімді тексеруге арналған бірнеше орталар бар. Солардың сол жерден құралған дайын тесттерін алып, сілтемелерін де қойып қойсаңыздар болады әр бөлімге. Сол арқылы жаңағы студенттердің жаңағы результаттары сақталады, сол жақтан өздеріңіз сол результатты көруге мүмкіндік береді екен. Бұл жаңағы енді қарапайым тілмен айтқансақ, бұл жаңағы оқушының өзінің веб страницасы деуге болады, жеке страницасына ашуға болады. Және де өздерінің жаңағы біз енді білесіздер, оқу әдістемелік кешен жазамыз ғой, соны біздің оқу әдістемелік кешенімізді электронды форматта жаңағы қазіргі заманауи түрдегі веб сайт ретінде жоспарлауға мүмкіндік береді, яғни ақпараттарыңыз сақталып тұрады, және де келесі жылда егер сіздердің сағат көлеміңіз ауысатын болса, немесе ішіндегі ақпараттар өзгеретін болса, сіздер оны жаңағы Google-ға кіріп өзгертсеңіздер болады. Немесе оның бірнеше басқа да жолдар бар. Енді қазіргі кезде ең сіздерге қолайлы да тиімді де өзгертуге мүмкіндік бар. Осы жаңағы облачный документ сақтау ортасын Google Диск, немесе басқа да жаңағы Drive дегендегі жаңағы Word-ды қолдансаңыздар да болады, презентацияларды қоссаңыздар да болады, өзгертесіздер, және балалар осы жаңағы өткен тақырыпты осы жерден қайталауға, бекітуге, және де жаңа ақпарат алуға, және де өздеріңіздің жаңағы жас мамандарға да көрсетсеңіздер де осындай порталды қолдансаңыздар болады. Сохранить бастырмасын басасыздар, басқаннан кейін ішіндегі өзгерістер сақталады. Тестта бұл жерде жаңағы тоже веб страница ретінде жасалған. Бұл жерде бірінші сұрақ, екінші сұрақ деген жерде міне сұрақтардың тізімі, одан кейін сұрақтарды бұл жерде бізде қолмен енгізіп отырасыздар. Сұрақ деп жауап берілмесе жаңағы қолданылған if else деп өздерің білсеңіздер, сол цикл арқылы жаңағы дұрыс варианттарды енгізген ба, дұрыс салыстырады, сравнение арқылы сіздерде жаңағы қанша сұраққа дұрыс жауап берді, егер 5 сұрақтың 5-тен дұрыс жауап берсе 5 деген секілді жауаптерді
сізге жазып береді. Сіздер тест сұрақтарын жазу үшін жаңағы айттым ғой, QGIS немесе басқа да ортада жасап, сілтемесін мыналар сияқты осы жерге мынау сияқты ашып, атын жазып, тест өтіп көріңіз деген жерге сілтемесін қойып қойсаңыздар болады. Сол арқылы тест өтеді, студенттер сол жауабын сол жақтан ала берсеңіздер болады. Енді қазір енді сіздерге жібердім, барлықтарыңызға неге де жібердім, Zoom-ның чатына да жібердім, одан кейін жаңағы WhatsApp-тарыңызға да жібердім. Бірінші бетті ашасыздар, бас бетіне өтейін. Қазіргі сіздердің бірінші тапсырмаларыңыз бұл бірінші бас бетіндегі, мысалы, мына жерге логотипті өзгертсеңіздер болады, одан кейін логотиптің логотиптің мына жердегі несі, егер білетін болсаңыздар, мына бірінші қазіргі біздегі тапсырма ол сіздердегі мына логотипті өзгертіп жіберсеңіздер болады, және де бірінші суретке өздеріңіздің суреттеріңізді қою және өздеріңіздің курстарыңыз болып табылады қазіргі кездегі тапсырма. Яғни мына жердегі суретті егер таппайын десеңіздер, мен сізге қазір көрсетейін. Мына жерде жоғары жақта тұр, индекс деген бірінші страницаны мен қазір ар жағын бәрін түсіндіріп өттім, бірақ сіздер қазіргі кезде бірінші бетті ғана өзгерту керексіздер. Сол жердегі бірінші оқытушының атын өзгертіп, және өз суреттеріңізді қою керек болатыныз. Міне мына жерден алып тастайсыздар, атауын қоясыздар, өздеріңіздің атауын қоясыздар, ненің жаңағы оқу орындарыңыздың болсын, жаңағы немесе өздеріңіздің деген сияқты кез келген веб-портал деп атауын қоясыздар. Сол жерден бізде міне лого деп тұр ғой, мына жерде тұр. Осы жерден жаңағы логотипті өзгертуге болады. Ссылка тұр. Осы жерден өзіңіздің жаңағы логотиптеріңізді өзгертесіздер. Одан кейін мына жердегі біз айтып кеттік, бағанағы CSS стильдері деген мына жерде қосылған. Сілтеме арқылы стильдер ол бөлек неде сақталып тұр. Оны да егер арнайы пән болатын болсаңыздар, өздеріңіз қарап стильдерін, жаңағы қызыл түстері, басқа түсті қолданамын десеңіздер, түстерін өздеріңіздің жаңағы ыңғайлылықтарыңызға байланысты өзгертсеңіздер болады. Одан кейінгі мына жердегі шектеусіз үйреніс мына жерде ғой, сол суретті міне мына жерде тұр, міне қазір мен сізге папкадан көрсетсем, бір деп тұр, сол бір деген жердегіні алып өзгертесіздер. Өзгертіпті, міне өте тамаша, Сая ханым өте жақсы. Енді сіз арнайы пән оқытушы болсаңыз, ары қарай өзіңіздің не әдемі шыққан екен. Ана жердегі нені логотипті да өзгертіп тастасаңыздар болады. Мына жерде бір деп тұр, логотипті өзгертіп, одан кейінгі энтермен ары қарай өзіңіздің данныйларыңызды, артықтарын, егер біздің мұғалімдерді артықтарды жойып, өздеріңіздің мұғалімдеріңізге осындай жаңағы бір ортақ веб-портал құрып кетсеңіздер де болады. Мына жерде міне бір PNG деп тұр ғой, сол жердегі өзіңіздің неңізді имидждің ішінде сол жерден жаңағы данныйларды, схемаларды өзгертсеңіздер болады. Лого деп тұр. Логоны да алып тастаңыздар. Логоны өзгертіп, өздеріңіздің логоларыңызды қойсаңыздар болады. Лого деп тұр ол. Міне. Осы логоның орнына, мына жерде тұр, папкада көрдіңдер ғой. Лого деп тұр, осы логоны сіздер өздеріңіздің логотиптеріңізге салып, SVG форматтарында болса, сол форматта саласыздар да, атын лого деп қойсаңыздар өзгереді. Ал егер жаңағы басқа форматта болатын болса, сол лого деген жерге барасыздар да, тек қана форматын өзгерте саласыздар. Егер PNG болатын болса, PNG, не болатын болса, жаңағы JPEG болатын болса, JPEG форматты өзгертесіздер. Сая ханым өзгертіпті бірінші нені. Қазіргі кезде сіз Сая ханым бағанағы WhatsApp-қа жеді, және де сізде Google сілтеме болды ғой, бағанағы файл, тағы да сол жерге кіріп, сол жерге прикреплять етсеңіз де болады соны. Басқаларыңызда жаңа Google сілтеме болды ғой, біріншісіндегі тапсырма жіберіңіздер деді ғой, диаграмма құрыңыздар деген. Сол жерге де жасаған жұмыстарыңыздың нәтижесін
нәтижесін скриндап сол жерге салсаңыздар болады. Мына жердегі жаңағы логотипті өзгертіңіздер, одан кейін өздеріңізді қойыңыздар, және де екінші бетке өте аламыз, иә, мына таңдайсыздар физика деп, және де екінші бетке өту арқылы бұл енді страницаны сіздерге қазір енді практикалық жұмысты ары қарай өздеріңіз қолдансаңыздар болады, жасап екінші бетін өзгертіп, және де мына жерде жаңағы бүкіл ақпаратты салмай ақ, және оқу жұмыс бағдарламасы өздеріңізге керек ақпаратқа тоқтырсаңыздар болады қысқартып. Қазір енді аяққанын жіберді, басқаларыңызда болатын болса Google формаға салыңыздар. Жаңағы бірінші не бойынша. Бүгінгіге осы тақырып. Енді үйде сіздер қазір үйге тапсырма осы нені аяқтайсыздар, яғни өздеріңіздің веб страницаларыңызды создавать етесіздер. Реакциялық модельді және оқытушылар студенттерге құрдыңыздар. Жаңағы модельді құру барысында бізде сол жаңағы базаны осы жаңағы біздің веб парақшамызға да қолдануға болады, оқытушылар студенттер дедік қой, яғни бұл жердегі жаңағы оценкаға қолдануға болатын еді, яғни балалардың алған жаңағы балдардың барлығын базаға енгізу, немесе жаңағы қай оқытушы қай студентке сабақ береді, соларды автоматты түрде курсқа енгізу, яғни бір группаға определенный бір группаға берсе, сол группаға енгізеді, сол группаға енгізу арқылы сол студент тек қана мысалы физика пәніне ғана қосыла алады, немесе жаңағы деректер қорына деген сияқты, или желілік жүйелеу әкімшілендіру деген пәндерге ғана қосыла алады деген сияқты, жаңағы бірінші бізге мысал келтірдік қой, сол реляциялық деректер қорын біз осы жаңағы веб парақшаға деректер қорын қосуда пайдалана алады екенбіз. Жақсы, олай болатын болса қазір сіздерде 5 минут 10 минутте қалды ма, өздеріңіздің практикалық жұмыстарыңызды аяқтаңыздар да жіберіңіздер, қазір қарайық. Конфеттер бар ма? Moodle платформасы деді, басқаларыңызда. Курста бір нені. Болды. Сая ханым, сіз мына жерге пікір берсеңіз, мүмкіндік болса, тағы да бағанағы WhatsApp-та жібергеніңізді қайтадан осы жаққа бекітіп қойсаңыз, жіберсеңіз. Одан кейінгі жаңағы логотипті өзгерте алдыңыз ба? Логотипті өзгертсеңіз, сөз жетегі жоғары жақтағы өздеріңіздің логотиптеріңізді қойсаңыздар. Аха, жасалды. Өзгерттіңіздер да, онда бір жаңағы бірінші бетін өзгертіп, соның скринін салып қойыңыздар. Бақыт Жамал ханым, сізде жасай алдыңыз ба, көрдіңіз ба, аша алдыңыз ба? Сізге WhatsApp-қа жібердім. Иә, мен көремін WhatsApp-тан, бірақ та маған қазақша тілі не болып тұр, мен орысша тілге жазыламын деген, сосын компьютерімді қазір денсаулығыма байланысты үйде, компьютерім іште кабинетте алып қойған, қиындау болып отыр. Тыңдап отырмын бірақ та сізді. Жақсы, онда егер мүмкіндіктеріңіз болып жататын болса, несін салыңыздар, жаңағы Сая ханым, сізге белсенді танытқан үшін рахмет. Кері байланыс көрсеткеніңіз үшін, жаңағы курс нені схеманы да салдыңыз, енді осы жерге жаңағы жасаған результатыңызды тағы да салып қойыңыз осы бетке. WhatsApp-қа да көрдім, енді просто жаңағы логотипті ауыстырып, ары қарай өзіңізде жаңағы неде
қолдана берсеңіздер болады, және де екінші беттерді өздеріңізге ыңғайлы қылып жасасаңыздар болады, база қоссаңыздар болады. База қоспасаңыздар, осылай жаңағы облачный хранилищеда сақтап документтерді жаңағы өздеріңіздің оқу әдістемелік кешендеріңізді электрондық нұсқаға ауыстырсаңыздар болады. Жақсы, онда бүгінгі Алсам мынау ссылка қай жерде? Ссылкалардан шатасып қалдым. Бұл ссылканы да белгіленетін или бағана бірінші жақсы. ссылканы ответ жазатын. Қазір жіберейін онда сол ссылканы. Аха, мен логотипті да өзгерттім уже. Қазір онда сілтемесін жіберіп қояйын. Жақсы, рахмет. Міне осы чатқа жібердім, зумның чатына, и ватсабыңызға да керек болса жіберіп қояйын. Жақсы, сонда әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет, аха. Сұрақ жоқ болса, онда ертеңге көріскенше жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Мүмкіндік болса, жаңағы нелерді салып қойсаңыздар, схемаларды, егер өзгерте алсаңыздар, болмаса, енді келесіде сұрақтарыңыз болса қоярсыздар. Қарап көріңіздер. Жақсы, онда сау болыңыздар. Рахмет, Сая ханым. Бере салыңыз онда. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет сізге.